Мен Айгүлмін, қазір 30-ға жақындап қалдым. Осы оқиға болғалы 2 жылдай уақыт өтті, бірақ әлі күнге дейін есіме түссе, денем дірілдеп, жүрегім соғып кетеді. Бәрі шынайы болды, ешқандай ойдан шығарған жоқпын. Мен өз өмірімді айтып отырмын, ешкімге айтпаған құпиямды саған ғана ашып отырмын. 2 жыл бұрын күйеуіммен ажырасып кеткенмін. Ол жақсы адам еді, бірақ төсекте мүлдем әлсіз болатын. Әр жолы мен ішімде от жанған күйі қалып қоятынмын. Жас едім ғой, 28 демін, құмарлығым басым кез. Шыдай алмай бітті дедім де, кеттім. Ауылда өз үйімде жалғыз тұрамын. Балам жоқ, ешкім жоқ. Қайнағам Нұрлан үйдің қасында тұрады. Ол бұрынғы күйеуімнің үлкен ағасы, қазір 50-ге таяп қалды. Ешқашан үйленбеген. Биік, мықты денелі, қолдары темірдей. Жұмыста трактор айдайды, күнге күйген, қатал көрінеді, бірақ маған қарағанда көзі мүлдем басқаша болатын. Бұрын да байқайтымын, күйеуім бар кезде маған ұзағырақ қарайтын. Бірақ ештеңе демейтінмін. Бір күні жаздың аптабы қатты болды. Мен монша жақтым, жалғыз кіріп жуынып жаттым. Су құйып, сабындап, шашымды жуып. Денем әлі жас, терім тегіс, кеудем толық, бөксем дөңгелек. Моншада айнаға қарап тұрып, іштей осы денені неге ешкім лайықты бағаламайды деп ойлайтынмын. Терезе аздап ашық еді. Бір кезде біреу қарап тұрғандай сезім болды. Қарасам, Нұрлан терезеден тесіле қарап тұр екен. Қолында шелек, бірақ қозғалмайды, көзі менде. Мен шоштым, бірақ тоқтата алмадым өзімді. Қолымды кеудеме апардым, жапқан болдым, бірақ толық жаппадым. Керісінше, баяу-баяу сабын жағып, денемді сипалай бердім, 2 домалағымды саусағыммен айналдырып, ернімді тістеп, жеңіл ғана дауыстап қойдым. Ол әлі тұр, көзін алмайды. Беті қызарып, тынысы тездеді. Моншадан шықтым, орамалға оранып. Ол әлі сыртта. Көзіміз түйісті. Аға, су әкелуге келдіңіз бе деп сұрадым, дауысым дірілдеп. Ол иә деді де кетті. Бірақ білемін, өтірік. Содан кейін бірнеше күн ұйықтай алмадым. Түнде оны ойлап, өзімді сипап. Ол маған ұнады ма? Жоқ, ол қайнағам ғой, 20 жас үлкен. Бірақ денем оны қалап тұрды. Бір күні аулада жалғыз қалдық. Ол жақындап келіп, Айгүл, мен саған бұрыннан көңілімде жүргенмін. Інім саған лайық емес еді, ол әлсіз еді, білемін бәрін. Маған рұқсат етші, жай ғана құпия болсын. Сен жассың, саған нағыз еркек керек деді. Мен қызарып, аға, жасыңыз үлкен ғой, ауыл не дейді дедім. Ол ешкім білмейді, жасыма қарама деді де, қолымды ұстады. Мен қаштым, бірақ ішімде от өрлеп жатты. Тағы бір аптап ыстық күн. Моншаға кірдім. Бұл жолы терезені әдейі ашып қойдым. Ол келді. Терезеден қарады. Мен әдейі баяу қозғалдым, денемді сабындап, кеудемді уқалап, бөксемді сипап. Ол шыдай алмады. Есікті ашып ішке кірді. Айгүл, шыдай алмаймын енді деді, дауысы қалтырап. Мен майысып күліп жібердім. Ол мені құшақтады. Моншаның буы, теріміз араласты. Ол мені қабырғаға тақады да 2 домалағымды сипалап керемет түн сыйлады. Сіз кереметсіз ініңіз ешқашан осылай істеген жоқ дедім ыстықтап. Мен де шынға жеттім, денем қалтырап, ішім тартылып. Бірге бітірдік. Содан кейін ол мені құшақтап, сен енді меніксің. Жасыма қарама, мен саған әрқашан осылай күшті сезім беремін деді. Мен басымды кеудесіне қойып үндемедім. Ішімдегі ұзақ жылға жалғыздық, өшпеген от, бәрі сөніп, орнына терең тыныштық келді. Қазір әлі кездесіп жүрміз. Құпия, моншада, кейде түнде ол маған келіп. Ол маған нағыз еркек екенін әр жолы дәлелдейді. Жасы үлкен, бірақ мен үшін ол патша. Мен оған үйреніп қалдым. Басқа ер ойыма да кірмейді. Осы менің шынайы өмірім. Ешкім білмейді. Қазір осыны айтып отырғанымның өзі қиын, бірақ ішімдегіні біреуге шығармасам, жарылып кететін сияқтымын. Нұрлан мен арамыздағы құпия 2 жылдан асты.
Моншадағы алғашқы кездесуден кейін тоқтай алмадық. Аптасына 2-3 рет кездесеміз. Көбіне Моншада, кейде түнде ол маған келіп кетеді. Есікті ақырын қағып, ішке кіргенде мен оны күтіп отырамын. Бұрынғы күйеуім ешқашан сезіндірмеген сезімді әр жолы береді. Ең бастысы, біздің төменгі жақтарымыз өте үйлесімді. Оның размері дәл менікіне сай келеді. Денеміз теңіз сияқты бір-біріне сіңіп, толқынданып бірге шыңға шығамыз. Мен онымен бірге болғанда өзімді толық әйел сезінемін. Ол да солай айтады: сен сияқты үйлесімді әйелді ешқашан кездірмеппін. Айгүл, біз бір-бірімізге арналғанбыз. Бірақ соңғы уақытта бәрі өзгере бастады. Бір кеште, әдеттегідей төсекте жатып тершіген күйі құшақтасып жатқанда, ол маңдайымнан сүйіп: Айгүл, екеуміз үйленейік деді. Мен үндемей қалдым. Ол жалғастырды: мен сені шын жақсы көремін. Бұл жай құмарлық емес. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Ресми түрде некелесейік. Ауыл қайтамыз, бәрі түсінен. Немесе қалаға көшейік, жаңадан бастайық. Мен басымды кеудесіне қойып: аға, ойланып көрейін дедім. Ішімде дауыл тұрды. Ойланып жүрмін әлі. Жұрт білсе не болады? Ол менің қайнағам. Бұрынғы күйеуімнің ағасы. Ауылдың бәрі сөз қылады. Арсыз келіншек қайнағасына шапты деп. Балаларым болмаса да абыройым ше? Әке-шешем тірі болса не дер еді? Туыстар, көршілер бәрі бетіме түкіреді ғой. Содан кейін бір күн айттым оған: аға, одан да құпия кездесе берейік. Осылай жақсы ғой. Ешкім білмейді, бақыттымыз. Ол үндемеді ұзақ. Содан кейін көзін төмен салып: Айгүл, мен саған шынымды айтайын. Мен сені жай ғана құмарлық үшін емес, шынымен жақсы көремін. Сен менің өмірімнің мәні болдың. Егер сен үйленгің келмесе, онда мен не істеймін деді. Дауысы дірілдеді. Оның көзінде шынымен махаббат бар сияқты. Жай құмарлық емес. Ол маған гүл әкеледі, тамақ пісіреді, қамқорлық жасайды. Түнде құшақтап ұйықтағанда сені ешкімге бермеймін деп сыбырлайды. Қазір ойым қос бөлініп тұр. Бір жағынан қорқамын. Үйленсек ауылдың сөзі, туыстардың қарсылығы, өмір бойы күнәлі деген атпен жүру. Екінші жағынан оны жоғалтқым келмейді. Олсыз қалай өмір сүремін? Оның қолдары, дауысы, махаббаты. Бәрі маған керек болып қалды. Жасы үлкен болса да, ол маған әкемдей емес, нағыз сүйіктідей. Мен оған үйреніп, тәуелді болып қалдым. Не істесем болады? Кейде ойлаймын, құпия жалғастырайық. Осылай бақыттымыз ғой. Бірақ ол шыдап тұра ма? Ол шынымен үйленгісі келеді сияқты. Еркек қой, абыройы бар, жалғыз жүргеніне 50-ге таяп қалды. Мені ресми әйел етіп алғысы келеді. Кейде ойлаймын, бәріне көніп үйленейік. Қалаға көшейік, жаңа өмір бастайық. Бірақ жүрегім қысылады. Сен не дер едің? Мен не істесем дұрыс болады? Шынымен ол мені жақсы көреме, әлде жасы келген соң көңіл көтеретін әйел іздеп жүрме? Ақыл кеңес айта кетіңіздерші.